Алматы технология экономикалық колледжі қазақ тілі мен әдебиеті сабағы. Сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин, Атымтай Жомарт әңгімесі. Қазіргі заманның атымтайлары. Қазақ әдебиетінің атасы, ұлы педагог жазушы Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Торғай жерінде дүниеге келді. Жастайынан ата-анасынан жетім қалған Ыбырай атасы Балқожа бидің тәрбиесінде болады. Торғайда, Қостанайда мектеп, училище, лицей-интернат ашқан. Ыбырай кім? Ыбырай Алтынсарин педагог, тәрбиеші, жазушы, мектеп мұғалімі, ақын, балалар әдебиетінің атасы, мектептің іргесін қалаушы, тұңғыш әліппе авторы, ғалым, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин ұстаз, себебі қазақтан шыққан тұңғыш ұстаз, ең алғаш қазақ балаларына арнап Торғайдан мектеп ашқан. Ғалым, қазақ тілінде тұңғыш оқулық, қазақ хрестоматиясының авторы. Ақын, кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар, өзен, жаз, бұл кім, ананың сүйеуі, тағы басқа өлеңдері бар. Жазушы, бақша ағаштары, тәкаппарлық, асыл шөп, бір уыс мақта, Қыпшақ Сейітқұл, таза бұлақ, бай баласы мен жарлы баласы, Лұқпан Хәкім, Атымтай Жомарт әңгімелері бар. Еңбекке баулитын әңгімелері Өрмекші, Құмырсқа қарлығаш, Сәттемір хан, Атымтай Жомарт, әке мен бала. Адамгершілікке баулитын әңгімелері Мейірімді бала, Аурудың аяған күштірек, Алтын шекілдеуік, әдеп. Тәрбиеге баулитын әңгімесі бұл бақша ағаштары, талаптың пайдасы, тышқанның өсиеті, зеректік. Олай болса балалар, бүгінгі Ыбырай Алтынсариннің әңгімесі Атымтай Жомарт. Атымтай Жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарлыша отын кесіп, шөп тасқаныңыздың мағынасы не? Деп Жомарт айтты дейді. Төрт түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдеп етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетімен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртінші, Құдай тағаламнан берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарға жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне кінәлі болармын деп қорқамын дейді. Әңгіменің тақырыбына қарап, Жомарт адамға тән қасиет. Атымтай адамның есімі деп ойламауымыз керек. Алайда Атымтай Жомарт түрлі халық фольклорында кездесетін әрдайым жағымды образ ретінде сипатталатын кейіпкер. Оның нақты қай жылдары өмір сүргені белгісіз, алайда ғалымдар арасында 16 ғасырда өмір сүрген деген болжам бар. Аталған кейіпкер шығыс халықтары фольклорында хикаяттық, қиял ғажайып ертегі, тұрмыс салт ертегісі сынды 3 түрлі сипатталады. Жоғарыда жазылған Ыбырай Алтынсариннің әңгімесі оның өмірі мен жомарт болу себебін нақты
баяндайтындықтан осының алғашқысына жатады. Бұл әңгіме жас өркенді еңбекке баулып, маңдай термен табылған нанның тәтті болатынын баяндайды. Енді балалар, бұл әңгімеден шығатын түйін: біріншіден, адам баласы қанша жерден жағдайы болып, алдынан барлығы табылса, соған көңілі масайрап, кім болғанын ұмытпас үшін жоқ-жітікке жәрдем беріп, дәл осыларша еңбек етуден қашпағаны жөн. Алла ниетіңе қарай көл көсіретіп береді дейді. Екіншіден, өзіңде бар болса да, жұмыс істеп, еңбек қылсаң, өзіңнен кейінгілерге үлгі болмақсың. Үшінші, еңбекпен маңдай термен тапқан қараннан да әр қашан жұғымды болады. Ал еңбексіз келген байлықтың өзінің қадірі болмайды. Төртіншіден, адамға ырыс, несібені беретін Құдай тағала. Егер Алла тағаланың берген дәулетін тек өзің тұтынсаң, ырысың да молаймайды. Керісінше, сол дәулеттен өзгелерге көмектесіп, қол ұшын беріп, Алланың несібесін Алла жолында бөліссең, жаратқаның көзі әр қашан түзу болмақ. Енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Атымтай Жомарттың бай болғанымен өз басын кемшілікке салу себебі не? Балалар, әңгімені оқи отырып, осы сұрақтарға жауап береміз. Екінші сұрақ: аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың дегенді қалай түсінесің? Келесі тапсырма балалар, дәптерге орындайық. Атымтай Жомарт қандай кейіпкер? Оның бойындағы қасиеттерін тауып, әрекеттермен дәлелдеңдер. Кесте берілген, мысалы, Атымтай Жомарт кейіпкер, қасиеттері қанағатшыл, іс-әрекеті себебі ол өз дәулетін өзгелермен бөлісіп, қалғанын қанағат етті. Екінші тапсырма: Атымтай Жомарттың әрекетін қалай бағалар едіңіздер? Өз ойларыңызды 4 сөйлем әдісімен жазыңыздар. Менің ойымша, яғни балалар әңгімені оқи отырып, өздеріңіздің ойларыңызды айтасыздар. Өз ойыңызды айта отырып, оған себебі, яғни әңгімені оқып, ондағы Атымтай Жомарттың әрекетін қалай бағалар едіңіздер? Оған мысал келтіреміз. Келесі сөйлем: қорытындылайтын болсам. Ары қарай өз ойларыңызды әңгімені оқи отырып қорытасыздар. Олай болса, балалар, бүгінгі тақырып сіздермен бізге болған Атымтай Жомарт әңгімесі. Үйден осы әңгімені оқып, өз ойларыңызды осы екінші тапсырма арқылы білдіресіздер деп ойлаймын. Сау болыңыздар.